Сәлем, кішкентай достар. Бүгін біз мұхиттың ең ерекше әрі әдемі жануарларының бірі скаттармен танысамыз. Скаттар балықтар, бірақ олар кәдімгі балықтарға мүлде ұқсамайды. Олардың денесі жалпақ, ал қанаттары үлкен. Суға қарасаң, олар ұшып жүргендей көрінеді. Білесің бе? Скаттар су астында құс сияқты қанат қағып жүзіп жүреді. Сол себепті оларды кейде теңіз құстары деп те атайды. Ал скаттың денесі қандай болады? Олардың денесі дөңгелек немесе ромб тәрізді, ал көздері үстінде орналасқан. Ал аузы ше? Аузы төменгі жағында. Бұл не үшін керек? Өйткені скаттар көбіне теңіздің түбінде өмір сүреді. Енді ең қызықты сұрақ. Скаттар не жейді? Скаттар теңіз түбіндегі ұсақ жануарлармен қоректенеді. Шаяндармен, моллюскалармен және кішкентай балықтармен. Олар құмда ақырын көтеріп астындағы қорегін тауып алады. Нағыз теңіз зерттеушілері ғой. Ал енді бір қызық нәрсе. Кейбір скаттардың құйрығында қорғаныс үшін ине болады. Бірақ қорықпа. Скаттар адамдарға өздері шабуыл жасамайды. Олар тек қорыққанда ғана қорғанады. Сондықтан ереже қарапайым. Скаттарға тиіспеу керек. Оларды мазаламау керек. Ал сен үлкен скатты көргің келе ме? Онда манта деген скатпен таныс. Манта әлемдегі ең үлкен скаттардың бірі. Ол өте үлкен болса да өте мейірімді және тыныш жануар. Кейде манта су астында өте әдемі қалықтап жүреді. Оны көрген адамдар таң қалып қарайды. Скаттар жалғыз ғана емес, кейде топ болып жүреді. Олар бірге қозғалып теңізде әдемі көрініс жасайды. Бұл нағыз табиғаттың кереметі. Бірақ достар, біз бір маңызды нәрсені ұмытпауымыз керек. Теңіздер мен мұхиттарды қорғау біздің міндетіміз. Егер су ластанса, скаттар да, басқа жануарлар да өмір сүре алмайды. Сондықтан қоқыс тастамау, суды таза ұстау, жануарларды қорғау өте маңызды. Ал енді тағы бір қызықты факт. Скаттардың кейбір түрлері су астында жасырына алады. Олар құмның үстіне жатып, өздерін құммен жауып тастайды. Сол кезде оларды байқап қалу өте қиын. Бұл оларға жауларынан қорғануға көмектеседі. Тағы бір таңғаларлық қасиеті, кейбір скаттар электр тогын шығара алады. Мысалы, электрлі скаттар өздерін қорғау үшін әлсіз ток бөледі. Бұл ток адамдарға қауіпті емес, бірақ оларды ұстамаған дұрыс. Скаттар қалай көбейеді деп ойлайсың? Кейбір скаттар жұмыртқа салады, ал кейбіреулері тірі бала туады. Кішкентай скаттар туғаннан бастап өз бетімен жүзе алады. Қандай батыл, иә. Скаттар өте сезімтал жануарлар. Олар судың ішіндегі ең кішкентай қозғалысты да сезе алады. Бұл оларға қорегін табуға және қауіптен сақтануға көмектеседі. Міне, достар, скаттар тек әдемі ғана емес, өте ерекше әрі қызықты жануарлар. Қорытындылайық. Скаттар ерекше, әдемі және ақылды жануарлар. Олар су астында ұшқандай жүзіп табиғатқа сән береді. Сендерге скаттар ұнады ма? Онда лайк басып арнаға жазылуды ұмытпа. Келесі видеода тағы да қызықты жануарлармен танысамыз.